бай адамның үйі. Мә, жаңа Брухевен қаласында күшті 100 робоксқа кроссовки көріп едім, соны алып қайтсам болады екен. Так, ақшамды алып алайын. Мына жерді ешкім көрмеу үшін сөйтін өшіріп кету керек обязательно. Так, енді смело бара берсем болады. Бұл қалада кедей де тұрады. Мәсі қардың яғыш кетті, ол кеттім, далаға шығып келеші, үшіміз кетті ғой, үйде отырайын. Мә, көрші қызы кетіп қалған ба? Үйде тамақ ұрлай ма? Кетті бекіремін. Ой, бірінші этажда біреу жүр ғой, қаштық екінші этажға қарай. Мен бұлай біреу бар болатын білгенде келмейді дедім. Мен бір комнатаға кіріп кеттім. Мына жерде бүкіл богатствосы бар ғой. Мені ұрлау керек қылмыске срочно. Кімді ақшасында соншама барлығы да болған қой. Бүкіл Қазақстан ақшасын алған ба? Құрсын кеттім, мен бұл чемоданға ақшаны салып алдым да кеттім. Қаладан қашу керек, маған срочно қаладан қашу керек, әйтпесе мен ұстап алуы мүмкін. Тезірек Стамбулға қашып кету керек, маған срочно. Әйтпесе мен Стамбулда түрмеге отырғыз қояды, түрмеге отыруға желание жоқ. Мен сонда байымын. Наконец-то неше жыл осындай тас жеп жүреді. 10 жылдан кейін. Қала дегенде әлі өзгермеген ғой. Мен ғана өзгеріп кеткен ба? Жарайды, бұрынғы көшеме барып, анағасының өмірін көре қайтайыншы бүгін. Жаман болып отқан сияқтышы, бірақ білмеймін еді. 10 жыл бұрын. Ақшаларым қайда менің? Өмірі дата осындай болып кеткен ба не? Жақсы, мен кеттім ал. Ақымақ, сенге сырым бәрі.